Сәлеметсіңдер ме біздің кішкентай көрермендер? Қазақ театр пайда болған күннен бастап өзінің өміршеңдігін, мәдени көкжиегінің кеңдігін көрсетіп келеді. Сахна өнері саласында өлшеусіз еңбек етіп келе жатқан театр ұжымдары бар. Солардың бірі ғасырға жоқ кішкентай көрермендеріміздің көңілінен орын алып келе жатқан Алматы мемлекеттік қуыршақ театры. 1935 жылы іргетасы қаланған театр бүгінге дейін көрермендерін түрлі қойылымдармен қуантып келеді. Бүгін сіздерге театр репертуарындағы балаларға арналған қызықты әрі жарқын қойылымдардың бірі «Ауыл иті Ақбай» жайында айтып бергім келеді. Бұл кезге дейін еліміздегі бірнеше облыстық қуыршақ театрларында сахналанған қойылым Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының сахнасына 2019 жылы Еркебұлан Қабдылдың режиссерлігімен шықты. Татар елінің драматургы Туфан Минуллиннің шығармасын музыкалық жарқын формада сахналаған режиссер кейіпкерлер мен балалар арасындағы ұтымды байланыс орната білген. Ертегі мейірімді, батыл, досқа адал болуға үндейді. Өзінің қалыпты өміріне көңілі толмаған Тамле Тамақ атты мысық, ауланы күзететін әрі иесін жақсы көретін Ақбай атты көрші итті қалаға баруға көндіреді. Басқа қалада өмір тамаша болатынына сендіреді. Жалғыз баруға қорқатынын айтады. Қалаға бар, шақпай. Қалаға? Иә. Бармай. Бағым келсе, өзің бара бер. Онсызда босқа сандалып жүрген жоқсың ба? Қала дейді. Жарайды, сезбесең. Бірақ қалада түтін көп емес екенін теледидардан қалада... Ой, жарайды, болды, жетер енді. Теледидар жайлы доғар әңгімеңді. Сондай бағым келіп тұрса, барып келейік. Мен мысықпын билеп ән салған, ауылда жар салған. Енді ауылда мүлдем тұрмаймын, ташқанда қоймаймын. Мен қалаға кетіп қаламын, бір үйді табамын. Әсемімен ие саламын, жұлдыздай жарамын. Тырнағымды мен жасатамын, кірпігімді мен ұзартамын, шаштарымды мен боятамын, гламурная мен боламын. Осылай ауылдан қалаға аттанған көршілер Тамле Тамақ пен Ақбай күтпеген оқиғаларға тап болады. Егер жол жүру ережесін білмесең, алысқа кете алмайсың. Солай емес пе, балалар? Дұрыс. Ал ендеше біз бостайық. Балақайлар, айтыңдаршы, бағдаршам деген не? Қаланың түрлі жарықтары мен бағдаршамдарына үйренбеген олар бір-бірінен адасып қалады. Қу мысық Тамле Тамақ өзі қаланы аралап серуендеп кетеді. Ақбай, сені осырадым, ешқайда кетуші болма. Жарайды. Ешқайда. Тоқтаңба. Жарайды. Мен анау үйдің шатырына шығып келейін. Ешқайда кетуші болма. Шатырға? Тамле Тамақ, бірақ сен көп келме. Біз ауылға қайтуымыз керек, білесің ғой. Жарайды. Ешқайда кетуші болма. Жарайды, мен сені осы жерде күтемін. Ешқайда кетме. Жарайды, Тамле Тамақ. Себебі ауылдан шыққанда Ақбайды адастырып, өзім жайлы үйге кіріп аламын деп ойластырып келген болатын. Ал Ақбай жаңа достар тауып, оларға зұлым қалай иттерінен құтылуға көмектеседі. Менің Ақбай екенімді білмейсің бе? Мен сен бар ғой! Ойгау! Сарбай, Ақтырнақ, Төрткөз, Мойнақ, Бульдог, Чарли атты иттер кездесіп, олардың түрлі оқиғалары балаларды жан-жануарларға мейірімді болуға баулайды. Спектакль 45 минуттың ішінде балаларды түрлі жол ережелерімен таныстырып, әр түрлі тілде санауға үйретеді. Қойылымда ән де, би де, қызықты сауалнамалар да болады.
Өз туған жеріңнің қадірін біліп, өміріңді бағалай білуге үйрететін қойылымның бүгінде өз көрермендері бар. Және театр репертуарынан тұрақты орын алған. 2 бөлімде ертегінің соңында Тамлетамақ өз қатесін түсінеді. Өмірдің тек қиялдан тұрмайтынын, қол жетпес дүниенің бәрі ғажайып деп ойлау дұрыс емес екенін ұғынады. Иә, Кешірші мені. Кешірші. оны балалардан сұрап көрейік. Қанеке балақайлар, Тамлетамақты бір жылға кешіреміз бе, а? Жарайды, ендеше. Рас айтасыңдар ма, балалар? Иә, Тамлетамақ. Сендер менің сатқындығымды кешіресіңдер ме? Кешіреміз. Рахмет сендерге, балалар. Рахмет. Бірақ Тамлетамақ, менің саған қоятын бір шартым бар. Бұдан кейін еш уақытта, ешбір жерде өз достарыңды алдаушы болма. Келістік пе? Келістік. Жарайды, ендеше. Спектакль суретшісі Ақжайық Омар қойылымдағы қуыршақтарға жарқын әрі қанық түстерді таңдап, әрбір кейіпкердің өзіне тән ерекшелігін таба білген. Қала иттерінің дауыс ырғағын, мінез ерекшеліктерін табуда тек режиссер мен суретші емес, әртістер де үлкен еңбек атқарады. Мәселен, мысықтың образын, оның қимыл әрекетін табу үшін артист жан-жақты ізденеді. Ақбай біздің тағдырымыз адамдардың қолында. Олар бізге мейіріммен қарауды үйренсе ғой деген сөзді айтуы кішкентай көрермендерімізді әрбір тіршілік иесіне жанашырлықпен қарау керек екендігін түсінуге үйретеді. Бала көрермендерді күлдіре отырып, жануарлар мен құстар өмірінің біз ойлағандай жеңіл әрі оңай емес екендігін ұғындырады. Режиссер балалар психологиясын тереңінен талдап, автордың айтайын деген ойын қуыршақ тілі арқылы ұғынықты жеткізе білген. Кейде қайтадан түзетуге келмейтін қателіктер болады. Сол себепті қандай да бір қадамға бармас бұрын ой елегінен өткізіп, өзгелерге ғана емес, өзіңе де зиян келмес үшін әрекет етуі қажет. Балаларға мұны сөзбен емес, осы оқиға арқылы дәлелдеп көрсету өте ұтымды болған деуге болады. Әртістер қуыршақтарды сан қырынан ашып, мінездерін тура бере білген. Тіпті қосалқы кейіпкерлердің өзі балалар жадында сақталып, іс-қимылы, сөзі естерінде сақталып қалып жатты. Балалардың көңіл күйіне әсер етіп, жеңіл көрсетуге тырысқанымен, режиссер спектакльдің балаларды жақсылыққа үйретіп, кішкентай көрермендерге ерекше әсер сыйлай білді. Балдырғандардың жан-жақты азамат болып өсуіне үлес қосып келе жатқан қуыршақ театры тағылымды қойылымдар легін ұсынудан жалықпайды. Сондықтан біздің қызықты қойылымдарымыздан қапы қалмаңыздар. Сіздерді театрда асыға күтеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Енді мен сіздерге келесі сауалдарды жолдаймын. Бірінші, Ауыл иті Ақбай қойылымы алғаш қай жылы сахналанды? Екінші, спектакльдегі мысықтың аты кім? Үшінші, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрындағы Ауыл иті Ақбай спектаклінің режиссерін атаңыз.